Салафия деген термин қайдан шықты? Салаф деген жалпы Құранда 8 рет айтылған сөз. Бірақ ол жерде белгілі бір медресе, белгілі бір ағым, белгілі бір ұстаным деген мағынаны білдірмейді, өткен шақ деген мағынаны білдіреді. Негізінде салафизм ауқымы кеңдеу, ваххабизм соның ішінде бір ұстаным. Кейбір ғалымдар айтады, бұл екі синоним, екі сөз. Салафизмнің коннотациясы бақта көп жағдайда араб әлемінде позитивті болып есептеледі, а ваххабия деген сөздің коннотациясы негативті болып есептеледі. Жақсы ат емес деп. Содан олар ваххабия деген атты көбісі қолданбайды, айтады, ваххаб ол Алланың аты, Алланың атымен біз адамдарды атамау керекпіз. Ал енді қазіргі таңда бұл салафия деген сөзге анықтама беретін көптеген ұстанымдар бар. Салафи ұстанымындағы адамдардың өзі салафизмге әл-китаб уа сунна бифахми салафи салих деп анықтама береді. Құранды және сүннетті бұрынғы үш буынның түсінігімен түсіну, бұл олардың анықтамасы. Бірақ бұл жерде бір проблема бар да, ол үш буын мұсылмандардың бір түсінігі болған жоқ та. Бәрін монополистік деңгейде бір түсінік қана дұрыс, қалғандары бұрыс деген болмады. Бұл кісілер алдыда сол көптеген көзқарастардың ішіне өздеріне жақын көзқарасты таңдады да айтты, бұл көзқарас бәріне тиесілі. Бір сахабаның көзқарасы деп айтпайды. Екі сахабаның көзқарасы деп айтады. Бұл барлық салафтардың көзқарасы дейді. Сонымен өзінің интерпретациясын мына жерге жалпыландырып, бұл үш буын мұсылмандардың ортақтасқан бір құтты бір ижма секілді. Үш буынның арасында әртүрлі көзқарас болды. Бағана айтып кеттім ғой. Дүние танымдық, ақида, фикх, басқа да салаларда бұл кісілерде әртүрлі көзқарастар болды, әртүрлі иштихаттар болды. Кез келген ислам хадис кітабын ашсаңыз, ол жерде әртүрлі риуаяттар бар. Біреуінде былай істе десе, екіншісінде былай айтады. Енді бұл ұстанымдардың әртүрлі болуы соншалықты, тіпті ол үш буынның арасында соғыстар да болып тұрған. Хазірет Әли мен Хазірет Айшаның арасында белгілі деңгейде білеміз қақтығыс болған. Бұл неден туындайды? Бұл иштихаттың әртүрлі болуынан туындайды. Бұл қақтығыстар ненің белгісі? О жерде де әртүрлі көзқарастар болды. Бәрінің ортақ консенсустық көзқарасы болған жоқ. А қазіргі салафи өзін жатқызатын адамдар не дейді? Біз дінді осы бірінші үш буын қалай түсінген болса солай түсінеміз. Бірақ о жерде консенсус болған жоқ қой, 100% мәселелерде. Бұл ұстаным сол кезде не дейді? Өзінің интерпретациясын мынаның ішінен таңдап алған бір интерпретацияны, бір хадисті алады да, соны абсолютке сол үш буынның консенсустық шешімі секілді көрсеткісі келеді. Сонымен плюрализмнің ауқымын тарылтуға тырысады. Бұл өздерінің берген анықтамасы.